Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абайдың 7-ші қара сөзі көркем шығармадағы образ. Оқу мақсатымыз әдеби туындыдағы кейіпкерлердің типтерін тек тұрғысынан сипаттаймыз. Мен кішігірім өзімнің арнауым ретінде Абайға шығарған өлеңім бар еді, соны оқып берем. Сосын тапсырма бойынша сабақты жалғастырамыз. Абайға арнау. Ақынмын деп айталам ба білмедім. Өмір шешілмес көп күрмеуін. Жабыққанда жалғыз жүріп кеземін Абай атам салып кеткен сүрлеуін. Әрбір сөзің қорғасындай салмақты, әр ақылың алтыннан да ардақты. Текті атам сенің адал еңбегің, ақын болсам арман асқақ жан жақты. Мен өзіңмен үлгі алып келемін, айта берсем көп қой оған себебім. Нар тұлғамды ақ күміспен сомдаған, алып тауым Гималайға теңедім. Ал енді балалар топ бойынша жас ғалым, күміс көмей, зерттеуші, сөз сарасы деп бөлдік. Үй тапсырмасына балалар сіздерге мен Абайдың өмір жолын, біздің әдебиетімізден тыс мәліметтерді ізденіп оқып келеміз деп едім. Төңкерілген әдіс бойынша, төңкерілген сабақ әдіс бойынша. Ал жас ғалым тобы сіздерге қай мағлұматтарды зерттеуге келеді? Біз жас ғалым тобы Абай Құнанбайұлының өмірбаянын және олардың балаларының өмірбаянын зерттеуді бердік. Абай Құнанбайұлы қазақтың халықтың бас ақыны. Ол 1845 жылы 10 тамызда дүниеге келген. 1904 жылы 6 шілдеде дүниеден өткен. Жақсы. Абай Құнанбайұлының үш әйелі болды. Абайдың бірінші әйелінің аты Ділдә, екінші әйелінің аты Әйгерім, бірақ шын аты Шықыман. Үшінші әйелінің аты Бекірім. Абайдың бірінші әйелінен 6 баласы, ал екінші әйелінен 4 баласы, ал үшінші әйелінен бала жоқ. Еркежаннан баласы болмақ. Ақылбай Абайұлы 1861 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өтті. Ол Ділдәдан туылған Абайдың тұңғыш ұлы. Абай онан 4-5 жасына келген соң татар молда оқытуға береді. Ода 5 жыл оқиды. Құрбан Абай қызы 1862 жылы дүниеден келді, 1932 жылы дүниеден қайтты. Абайдың бәйбішесі Ділдәнің туған қызы. Оны Абай жас кезінде Семей орыс мектебінде оқыған. Керемет, жақсы. Әскерел Абайдың Әйгерімнен туылған баласы. Домбыра мен скрипка тартып ән салған өнері болған. 1907 жылы ой құдықта тұңғыш рет Мұхтар Әуезовтың Елі Кебек пьесасында абысының рөлін ойнады. Жақсы. Кенже Абай қызы 1901 жылы дүниеге келіп, 1938 жылы дүниеден өтеді. Абайдың Әйгерімнен туған кенже қызы. Алтыбақа сауық кештерінде Абайдың өлеңін халық арасында таратуға айтып, халық арасында таратуға көп үлес қосқан. Кенже 1914 жылы Мұсабайдың інісі Әубәкірге тұрмысқа шығады. Әубәкір қайтыс болғаннан кейін Ғабитхан молданың шөбересі Сләмғазыға ұзатылады. Кейін тұрмыстары нашарлап, 1938 жылы Тұрағұлдың қолына көшіп келеді. Сонда қайтыс болады. Өте жақсы. Керемет. Ал енді 2 ұпайдан бізге берілген 2 ұпайды сіздерге түгел қоям. Келесі топ бізде күміс көмей тобы. Біз күміс көмей тобымыз. Біз Абай Құнанбаевтың әндерін зерттейміз. Жақсы. Бәріміз білеміз, Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Абай Құнанбаев әрі ақын, әрі композитор. Абайдың әндері бүкіл қазақ даласын тараған. Бүкіл қазақ даласы. Абай Құнанбаевта 40-тан жуық әндері бар. Мысалы, айтым сәлем қаламқас, 8 аяқ, домбыра қол соқпа Абай, желсесінде жарғай. Абай Құнанбаев көзінің қарасы 1891 жылы жазған. Бұл әнде Абай Құнанбаев бізге ыстық сезім мен махаббатты көрсеткісі келіп тұр. Жақсы. Ыстық сезім мен махаббат сезімін көрсеткісі келген. Көзіңнің қарасы, көзіңнің санасы, бітпейді іштегі ғашықты жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Өте жақсы. Керемет. Өте жақсы. Енді сіздер
сіздерге де бірінші тапсырма бойынша 2 ұпай беріледі. Жарайсыздар. Зерттеуші тобы. Біз зерттеуші тобымыз. Біз Абайдың қара сөздерін зерттейміз. Абайдың 45 қара сөздері бар. Мысалы, 7-ші қара сөзінде жас туған адам туған кезде 2 түрлі өзгертіледі. Біріншісі ішсем, жесем, ұйықтасам, ал екіншісі білсем, көрсем, Ізденсем. Абайдың 17-ші қара сөзінде жүрек, ақыл, қайрат үшеуі сөзге келіп қалады. Сөзге келіп қалып. Жүрек тоқтады, себебі жүрек болмаса тіршілік тоқтайды. Абайдың 1-ші қара сөзінде қартайғанда немен айналысатыны туралы айтылады және де соңында ақ қағазға ойынан келген ойларды жазамын деп шешеді. Абайдың 31-ші сөзінде естіген нәрсенің 4 себеп бар. Ұмытпауға. Керек. Екінші, вибрационалу керек. Вибратлану керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше рет ішіне қайталау керек. Төртінші, ой кеселді заттардан қашық болу керек. Ой кеселдері дегеніміз не балалар? Ой кеселдері. Жаман ой дейді. Тағы да өсек айту. Өтірік айту. Дұрыс. Бір затқа алаңдап отырушылықта кітап оқып отырып, ой кеселіне жатады екен. Бұлардан аулақ болуымыз қажет. Жарайсыңдар, зерттеуші тобы Абайдың қара сөздерін жақсылап зерттеген екенбіз. Өте жақсы. Келесі сөз тарасы тобы. Әуезов Абайдан Сіздер нені зерттедіңіздер? Біз Абайдың өлеңдерін зерттейміз. Зерттедіңіздер, жас өлеңдерін айталар. Әуезов Абайдың Крыловтан аударған Исек пен бұлбұл, қарға мен бүркіт, шелекте мен құмырсқа, түн мен қанзел, түлкі мен қарға. Осы 5 мысалдары жоғары бағаланған. Алған 8 мысалда Абай жоғары сынап аудармалары болуы мүмкін деген. Бірақ Абай сөздеп тұра Крыловтан 13 аудармаларын аударған мысалдар. Жақсы, үйрене. Абай 10 жасынан бастап өлең жаза бастаған. Абайдың 3 поэмасы Ескендір, Масқот, Әзімнің әңгімесі. Соңғы Әзімнің әңгімесі бітпей қалады. Өткен Абай атамыз дүниеден өтеді. Жарайсың. Абай 35-40 жасында өзінің ақындық талантын дамыта бастайды. Абай өзбектердің кітапханасына кіріп келеді. Сол кезде бір өзбек айтады: "Біздің кітапханаға түйелер де кіретін болған ба?" дейді. Сонда Абай айтады: "Есектер отырған жерге түйелер кірсе, оның несі айып?" дейді. Сонда өзбектер сөзден жеңіліп қалады. Бұл жерден біз Абайдың шешендік сөзге өте шебер болғанын аңғарамыз, иә балалар? Ақындық өнерден бөлек, оның шешендік өнері дамыған екен. Ал балалар, суреттерге қараймыз да байланыстырамыз. Не көріп тұрмыз? Абай Құнанбайұлы, жаңа өздеріңіз біраз мәліметтерді беріп кеттік. Тағы да қосымша мәлімет айтамыз ба? Жалғас айта ғой. Аян айта ғой. Абай Құнанбайұлы Орныңыздан тұрып. Абай Құнанбайұлының астында тұрған Абай жолы деген томы. Оның авторы Мұхтар Әуезов. Бұл 3-ші сурет. Жарайсыңдар. Келесі. Мына суретте қой бағып жүр. Ал жақсы, избасылап. Абай Құнанбаев өзінің 1-ші қара сөзінде айтып кеткендей, ұры замақтың қойын бағып не істеймін? Залымның қойын бағып не істеймін? Керек адам өзіне қой бағып алар дейді. Жақсы. 1-ші қара сөзінен беріліп отырылған суреттер. Қосымша тағы айта аламыз ба? Мерей. 1-ші қара сөзінде ол Абай. Абай Құнанбайұлы жоқ, ғылымды бағалаймын. Білгенімді күнге айтамын, білмегенімді күннен сұраймын деп ойланады. Жақсы. Сопылық етіп дін бағу. Сопылық етіп дін бағу жоқ, оған да тыныштық керек деп айтады. Ал айналамыздың бәрі өтірікке және де залымға толы деп айтады. Жанында не көрген күніңде тыныштық жоқ болған кезде дін бағу бұл артық жұмыс дейді. Жақсы. Ал
Мына бір көрнекті қайраткеріміз кім біздің? Қазақтың атақты жазушысы Мұхтар Әуезов. Ділназ, қосымша мәлімет келтіре аламыз ба? Мұхтар Әуезов Абай жолын жазған. Абай жолы 4 томнан тұрады. Жақсы, керемет. Осы Абай жолы арқылы бүкіл қазақты бүкіл әлемге танытқан екен. Керемет, жақсы. Бірінші тапсырмаға өте жақсы дайындалды. Барлығымыз да жоғары ұпайға ие болдық. Енді ой күмбезі әдісі, бұл жерде енді жұптық тапсырма кетеді. Жұп болып тапсырманы орындаймыз балалар. Құрметті білім алушылар, енді келесі тапсырма әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер деп жас ғалым тобына берілді. Дәл бұл бірінші тапсырмадағыдай өз ойымызды нақты, тұжырымдап, мақал мәтелдеп жеткіземіз. Тақырыпты аша білеміз. Дескрипторымыз міне осы. Ұпайымыз 4 ұпай беріледі, ең жоғарғы ұпай. Күміс көмей сіздердің топтарыңызға ар-намыс, ез ұғымына байланысты шағын ой толғау жазылу дейді. Сөз сарасы тобы: жақсымен дос болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен дос болсаң қаларсың ұятқа. Зерттеуші тобына: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. Бұл Абай атамыздың 5 асыл іс деген ғылым таппай өлеңдегі 5 асыл істің үзіндісі. Дұрыс па? Ой толғау жазамыз. Ой толғауда тақырыпты аша білеміз. Мақал мәтелдерді қолданамыз. Дескриптор осы. Қойылатын ұпай 4, ең жоғарғы ұпай. 5 минут уақыт. Жұптық тапсырма: екеу ара отырып, ақылдасып жазамыз. Тақырыпты аша білеміз. Мақал мәтелдерді қосамыз. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Жас үлкен ағасы, бар деме сенде бір адамның баласы, бар деме сенде бір адамның баласы. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмей көп сөйлеп созбайын, өзі де
болса тапсырмаға қолын шапалақтайды. Жақсы. Тоқтар, бізде бірдей қол шапалақтар. Жас қауым тобына бірінші бере қояйық кезекті. Қазір 21-ші ғасыр. Қазіргі балалар не болып бара жатыр? Қазіргі балалардың көбісі шылым шегеді, өтірік айтады. Ата-аналар балдарға дұрыс тәрбие берейік. Қазіргі балалар шылым шеккен, өтірік айту дұрыс деп ойлайды. Сол үшін балаға аздап болса да көңіл бөлейік. Олардың ойын тыңдаңыздар, олардың сізге деген айтары бар шығар. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Керемет, көрген бала өзіне сенімді болады, ойын еркін жеткізе алады. Әке көрген бала үнемі оның қамқорлығын сезеді. Ал ананың мейірімінде өскен бала ақылды, байсалды, жүрегі жұмсақ, жан-жағына қамқорлы болуға тырысады. Анадан көрген тәрбиені келешекте өз ұрпағына көрсетуге тырысады. Әке көрген тон жер, әкеге қарап ұл өседі. Бір әкенің тәрбиесі 100 мектепке бере алмайды деген ақылдар. Әке мамандығының қадір қасиетін артық сөзсіз-ақ ұғындырып тұр. Артық ауыз сөзсіз-ақ ұғындырып тұр. Анамыз өте мейірімді және ақылды. Ол біз үшін жаман әдеттерден аулақ болу үшін бәрін жасауға тырысады. Анамыз бізді әрқашан еркелете алады. Біз әрқашан атамызды құрметтеу жүру керекпіз. Мақал-мәтел ананың көңілі балада, баланың көңілі балада. Жақсы. Келесі топ. Күміс көмей тобы. Ар-намыс дегеніміз өзінің елін дамытын, жерін сыйлайтын адам болып саналады. Ал ез дегеніміз өзінің жерін, отанын сатқан қорқақ адам саналады. Ар-намыс бар адам отан үшін отқа түсіп күймейді. Отан үшін отқа түсіп күймейсің. Ар намыс дегеніміз ар ұят. Тақырыпты кеңірек ашамыз. Жақсы. Адамның бойындағы ең жақсы қасиет ұят. Біздің қазақтар бізді ұятымыз болсын деп тәрбиелеген. Жақсы. Мысалы, үлкен алдында кесіп өткенде сөз қайтарма, олардың бәрі ұят деп саналады. Тыйым сөздері. Қазақтың қасиетті тыйым сөздері. Жақсы. Келесі. Қазақстанның қазіргі батырлары деп Геннадий Головкин, Димаш Құдайберген тағыдан басқаны айтуға болады. Жақсы. Өйткені олар біздің елімізді бүкіл әлемге дамытқан. Танытып жатыр. Димаш арқылы бүкіл қазақты таныды. Қытайда өтті, ол сайыс. Жақсы, керемет. Ал Бекжан. Ел іздегеніміз, ел сатқан, қорқақ, өтірікші адамдарды ел іздейміз. Жоқ, ел іздейміз бе, әлде естейміз бе? Ез деп айтамыз, нақты айтамыз. Туған жерге туылдық. Ез адамдар, демек, қорқақ бойында қандай қасиеттер болады екен? Өтірікші, қорқақтық, өз елін жақсы көрмеу, сыйламау, отанын сатып жіберу олар үшін түкте емес. Қалай ойлаймыз? Осындай ез адамдарды қай әдебиеттің қандай кейіпкерлерінен білдік? Жаңағы орыс әдебиетінен болсын, байланыстыра аламыз ба? Әдебиеттен тарихпен байланыстырайық. Мысалға, Қайыр ханды алсақ болады. Өйткені Шыңғыс ханның баласы отырар өте дамыған қала болған еді. Ал Шыңғыс ханның баласы 6 айда оған қол жеткізе алмайды. Сонда Қайыр ханның қолында жүрген оның уәзірі Қарашоқы Шыңғыс ханның баласына келіп қақпаны ашады. Сонда Шыңғыс ханның баласы келіп отырарды жойып тастайды. 6 күнде басып алады. 6 ай бойы ержете алмай жүріп, 6 күнде келіп басып алады. Бір ез адамның кесірінен қаншама ерлеріміз құрбан болды, дұрыс па? Ал жақсы. Тағы да қосымша ақпарат беретіндер бар ма? Жалғас, айтауы. Баяғыда ең үлкен кітапхана отырарда болған. Бірақ Шыңғыс ханның ұлы Шағатай келіп отырарды өртеп жіберген. Отырардағы кітапхананы өртеп жіберген. Бірақ ол кітапхананы өртемесе, біздің Қазақстанымыз дамитын еді. Дамитын еді деп ойлаймыз. Жақсы, керемет, өте жақсы. Ал келесі топ, сөз сарасы топ. Жасымен дос болу, дос туралы түсіндіреді. Адамның достыққа іздей берген өзінде дос бола білуі қажет. Күнде досыңа келіп басыңа деп қысқа қайырсақ та болады.
осы сыныптағы досым бала, бұл аян себебі ол жақсы ала және одан жақсы үлгі алып келесің. Керемет, жақсы, отыра ғой. Ал Абылай? Жақсы досың болса, ол үнемі саған көмектеседі, үнемі сені қолдайды және әрқашанда саған көмектесіп, қол ұшын беруге дайын болады. Ондай достар әлемде санаулы. Ал жаман досың болса, саған жаман нәрселерді үйретіп, сенің артыңнан сөз тартады. Сөз таратады. Сондықтан дос таңдап білу қажет. Досты таңдай білу қажет. Жарайсыңдар. Жақсы досың болса, саған қолдау көрсетеді, көмектеседі, әрдайым жолын табады. Жаманмен дос болсаң, қалға ұятқа деген жаман досың болса, жаман заттарға үйретеді. Шегу және сені ең қиын кезде қалдырып кетеді. Өте жақсы. Демек, дос табу үшін дос бола білуге қажет. Асылта сендерді жұптық тапсырма толығымен орындалмағаны үшін 3 ұпай берілді. Енді соңғы түйенің жүгі ауыр дегенде зерттеуші тобының берер жауаптарын тыңдайық. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс. Талаптану, яғни ұмтылу, адамның іс-әрекетін атқаруға талаптанып, белсенділігін қуаттайтын ниеті. Еңбек дегеніміз, мысалы, біз мақсатымызға жету үшін еңбектену керекпіз, ал еңбектенбесек мақсатымызға жете алмаймыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қана келеді. Жақсы сөз жарым ырыс ақым. Біз бірінші қазан қарттар үйіне сыныбызбен сыйлық жасадық. Біздің сыныптан Ғарифұлы барып, домбыра тартып берді. Қарттардың көңіл күйі көтеріліп, жүзінен күлкі көрінді. Ой, жарайсың. Керемет. Бес асылыс бұл дүниеде ғана емес, ақыретке де егіндік. Жақсы. Ол шығыстың ақылы қазанында ғасырлар бойы қайнап, өмір сынағынан өткен идея. Бұл жерде айтқанымыз, дегеніміз адамгершілік асыл қасиет. Адамгершілік асыл қасиет. Біздің сыныбымыздан Ғарифулла қарттардың көңілін көтеріп, бірінші қазанда барлығымыз көмек қолын созып, қарттарға үлкен сыйлықтарды жасадық, иә? Киім алып бардық, тағамдарды алып бардық. Сол кездегі қарттардың жүзіндегі қуаныш, сендерге айтқан алысын видеоға түсіріп алып келіп, сендерге көрсеткен болатынмын. Ал балалар, өте жақсы. Енді ой күмбезі әдісінде 7-ші қара сөзіндегі 2 типтегі балдар көрініп тұр. Ал енді осы типтегі балдарды мағынасын ашайықшы, осы тақырыптың мағынасын. Абылай. Бірінші тұрған 2 сурет. Ол анадан туған кезде бала 2 мінезі болып туады. Бірінші мінезді ол жан құмары. Жан құмарлығы ма, тән құмарлығы ма? Тән құмарлығы. Олар ішсем, жесем, ұйықтасам деген ойменен жүреді. Жақсы. Келесі. Жан құмарлығын Ғарифулла айтады. Соңғы 3-4 суретте бала етін оқып білгісі тұр, жасап көрсек тұр. Бұл жан құмарлығы. Көрсем, істесем, жасасам, білсем, етін оймен жүреді. Өте жақсы. Ал балалар, біз осы 2 типтегі балдардың ішінде қайсына жатамыз өзіміз? Жан құмарлығына басымдық бар ма, әлде тән құмарлығында басымдық бар ма мінезімізде? Жан құмарлығына не үшін, қалай дәлелдейміз оны? Ал Аян? Себебі біз білім алу үшін мектепке барып жүрміз. Жақсы, бұл да бір еңбек. Келесі. Қобыз, спорттық үйірмелер, өнерлерге қатысып жүрген балалар бар ма? Біздің сыныпта бар еді ғой. Ғарифулла бар, спорттық үйірмеде Мәтжан бар, каратемен шұғылданған. Қызымыз Мерей бар. Тағы да волейболменен шұғылданып жүрген бізде Есбосынова Ділназ. Болашақ Олимпиаданың мықты чемпионы болады деген ойдамыз. Ал енді балалар, өте жақсы талқылады.
Келесі тапсырмаға өтейік. Фиш болым әдісі. Осы тән құмарлығына, жан құмарлығына бейім болуында баланың басты проблема не? Бұны бізде жас ғалым тобы анықтайды. Жазамыз. Күміс көмейтөгі дәлелдер келтіреміз. Күміс көмей сендер ғой. Келесі себеп, шығу себебі. Сөз сарасы тобы сендер белгіленді. Қорытынды ойда зерттеуші тобы жазады. Екі типтегі баланың қай әдетке бейім болуы себебі, дәлелі, басты проблема, қорытынды ойда жазамыз. 5 минут уақыт. Басты проблеманы анықтайды дескриптор. Себептері, шығу себептерін жазады, дәлелдерді келтіре алады, өз ойын тұжырымды, нақты дәлелдермен қорытындылайды. Ең жоғарғы ұпай 4 ұпай беріледі. Желсіз түнде жарай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған
шығады. Негізгі проблема, дұрыс. Баланың оқымауы жалқаулыққа бейім болу. Баланың сабақ оқымауы жалқаулыққа бейім болу, дұрыс. Өз білгенің өзіңе, өз білгенің өзіңе. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол. Деуі, жақсы. Проблеманы шеше алыпты ма? Баға берейікші. Жақсы ұпай береміз ба, әлде орта ұпай, жақсы ұпай берсек, бас бармағымыз жоғары көтереміз. Жас ғалым тобына орта әлі де толықтыру керек десек, былай береміз. Жоқ, өте төмен, проблеманы дұрыс шешпеген. Ашалмаған десек, төмен. 1, 2, 3, жарайды. Жақсы шешті деп баға берді. Достық жеңді. Жақсы. Келесі топ. Күміс көмей тобы. Күміс көмей тобы дайынбыз ба? Сіздерге дәлелдер келді ма? Біз тән құмарлықтың орнына жан құмарлыққа бейім болуымыз керек. Ол үшін біз Әл-Фарабиден үлгі алуымыз керек. Әл-Фараби 70-ке жоқ тіл білген. Біз де сөйтіп ғылымға көп көңіл бөлуіміз керек. Ғылымға. Сұлтан Екінші. Махмұд Торайғаров жас кезінен оқуға құштар болса да 27 жасында көз жұмған. Оған қарамастан қазақ әдебиетінен ойып орын қалды. Ойып орын алды. Жарайсыңдар. Келесі. Абайдың өзі әжесі Зереден қазақ ертегі аңыз әңгімелер естіп өскен. Жаман затқа бейім болу дәлелі. Сабақты дұрыс оқымау, өтірік айту, көре алмаушы. Осы әдеттер жаман баланың бойында жиі кездеседі. Қосыламыз ба, оқушылар? Демек, біз бірінші жан құмарлығына көбірек көңіл бөлуіміз керек екен. Тән құмарлығы емес, жан құмарлығында бейім болған жағдайда бізден жақсы адам өсіп өніп шығады. Ал екінші топта дәлелдерді жақсы келтіре алды ма? Біз Абу Насыр Әл-Фараби бабамызды өттік. 70-ке жуық тілді білгенін, көптеген ғылыми трактаттарды жазғанын білдік. Дұрыс па? Ал енді Сұлтан Махмұд Торайғаров жайлы жақсы ақпарат беріп кетті. Жаман типтегі баланың ойында қандай қасиеттер болатынын да айтып кетті. Онда бағалаймыз топ болып. Қалай? Жоғары ұпай қоямыз ба? Жоғары. Орта ұпай жоқ па? Жақсы, керемет. Онда 4 ұпайды түгел қоямыз соңғы неге? Өзімізге. Келесі. Зерттеуші тобыма дайын, әлде сөз сарасы топ дайын ба? Сөз сарасы. Сіздерге себебі түсті. Адамдар өзіндегі жалқауланады, бұның барлығы тән құмарлығы. Кейбір адамдар ізімеді кітап оқыды, бұл жалқауланады. Қазіргі заманда адамдар интернетке тәуелді. Осы себептерден адам жалқа болады. Абылай, қосымша мәлімет келтіре аласың ба? Адамдар көп соткаға немесе әлеуметтік желілерге уақытын көп өткізсе, олар өмірін өткізіп алады. Сол үшін адамдар жан құмарлығына көбірек болу керек. Бейім болу керек. Жақсы. Демек, біз осы себептерден жан құмарлығының емес тән құмарлығына бейім болып бара жатқан себебіміз осы екен. Интернетке тәуелділік, балаларға дұрыс көңілдің бөлінбеуі, ата-ана тарапынан, себебі бала шағамды бағамын деп ата-аналарымыз жұмысбасты болып жүр. Балаларымыз қараусыз қалып жатыр. Ата әжеміз ертегі аз айтады, дұрыс па? Міне сол себепті жан құмарлығына бейім балдар өте аз екен.
Ал соңғы топ, зерттеуші топ сіздерге қорытынды түсті. Қорытындыда біз жан құмарлығына бейім болуымыз керекпіз. Біз еңбектенуіміз керек, себебі біз еңбектенбесек, бізді еріншектік басып кетеді. Еңбектенуіміз қажет, дұрыс. Біз қарттарға көмектесуіміз керекпіз. Қарттарға көмектесіп, демек рахымшылық болу керек бойымызда, дұрыс. Бала әрқашан ізденіп талаптану керек. Балалар жаман заттарға тән болмауы тиісті. Жаман зат әдеттерге бейім болмау керек. Қорытындымен келсеңіз бе? Қосымша тағы да ақпарат айтатындар бар ма қорытындыға? Қай топтың, қай мүшесі айталады кәні? Қосымша ақпарат қорытындыда. Тән құмарлығына бейім болатындар, жан құмарлығына бейім болатындар. Не істеуіміз керек? Жан құмарлығы бай болу үшін бойымызда. Ділназ? Еріншектікті қоюымыз керек. Жақсы. Тағы да Абылай айта ғой. Көбірек кітап оқып, көбірек өмірге уақыт бөлу керек. Өміріміздің көптеген бөлігін кітап оқуға арнауымыз қажет дейді. Жақсы. Ғарифолла айта ғой. Өмірімізде жақсы заттан істеп, ерінбей бәрін жасау керекпіз. Жақсы. Керемет, өте жақсы. Ал енді соңғы топтың жазған қорытынды ойына қандай баға береміз? Топ бойынша. Жақсы деген баға бердік па? Жарайды. Онда түгел 4 ұпайды иелендік. Жалпы өзіміздің ұпайларымыз шығып жатыр. Бүгінгі алған өзіміздің жеке ұпайларымыз. Егер ең жоғарғы ұпай 10 ұпай деп айттым сабақтың басында, дұрыс па? 10 ұпайды түгел иеленген оқушы жоғарғы нәтижеге қол жеткізді деген сөз. Бүгінгі сабақта болып сабақты меңгерді. Балалар, сендер натюрморт, көптеген суреттерді салып келіпсіз. Суретшілер көп екен менің сыныбымда. Ал бұл суреттерді салу ниеті қалай пайда болды? Не үшін салдық суреттерді? Ал Абылай? Абайдың жетісіз түріне жарғай өлеңінен желісі бойынша салдың ба? Керемет. Өте әдемі шықты да оқушылар? Керемет. Өте жақсы. Абылай, жарайсың. Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай деп аталатын өлеңінен. Келесі. Біз Абай Құнанбайұлының қыс өлеңіне байланысты осы қыстың суретін бірге салдық. Керемет, топ болып орындаған екенбіз. Керемет салынған екен, балдар? Күшті, өте жақсы, маған ұнады. Жарайсыңдар. Болашақ Әділхан Қастеев деп отыр екен сыныбымызда. Керемет. Келесі, ал. Мен де тұншы қара сөзін оқи отырып, осы шығарманы салдым. Ол материал. Шығармашылық жұмыспен айналысатыныңды білдірсін. Натюрмортсызбыз, салыппыз, өте жақсы. Керемет, жақсы. Келесі. Бар ма тағы да? Біз бұл суретті білсек, үйренсек деп салғанбыз. Бұл суреттің мақсаты жер анамызды ластамау. Ластамау. Жақсы. Арақ, шарапқа бейім болмайық деген мағынада салынған екен. Табиғат ананы қастерлейік, себебі табиғат ананың бір бөлшегі бізбіз. Өте жақсы. Біздің жан құмарлығына бейім болып, қарттарымыздың көңілін көтерген сыныбымыздың атынан барып, Ғарифолла баламызды ортаға шақырайық, жақсы жақындарын әңгіме. Ал сіздерге
Рефлексия. Бүгінгі сабақта бізде қызық не болды? Бүгінгі сабақта не қызық болды, не қиын болды, не құнды болды. Міне осыны жазамыз. Жеке-жеке парақтар. Неден қиналдық? Қандай ақпараттар бізге қызық болды? Білім ағашына жапсырамыз. Кезекпен келіп. Біздің бойымыздағы бірінші типтегі әдеттер бар ма? Және онымен күресу жолдары қалай жүргізіп жатырмыз? Бірінші типтегі емес, екінші типтегі оқысам, білсем, үйренсем деген жақсы әдеттерді бойымызға сіңіру үшін әлде қандай жұмыстарды жасауымыз керек? Міне осыны жазамыз. Толығымен ой толғау. Менің бойымдағы жақсы қасиеттер және менің бойымдағы жоюға тұратын қасиеттер деп. Ал балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар.